Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Ұлан. Бүгін біз сіздермен TikTokта хит болып жатқан Таспа деген музыкаға укулеледе разбор жасайтын боламыз. Ең алдымен сіздер видео басталмас бұрын осы видеоға лайктарыңызды басып, менің арнамның дамуына үлестеріңізді қосып кетіңіздер. Және де осы адамдар секілді қолдауларын білдіріп жатқан жандарға үлкен алғысымды айтамын. Сіздердің осындай қолдауларыңыздың арқасында мен өзіме видео түсіруге деген шабыт аламын. Ендеше біз өзіміздің разборымызға кеттік. Бізге бұл музыкаға 4 аккорд қажет болады. Олар F, G, EM және де AM деген аккордтар. Ең алдымен бізде F аккорды. Ол бірінші ладтың екінші струнасында, екінші ладтың төртінші струнасына ұсталады. Екінші аккорд бізде G аккорды. Ол екінші ладтың үшінші струнасында және де екінші ладтың бірінші струнасында, үшінші ладтың екінші струнасында ұсталады. Келесі аккорд бізде EM аккорды. Ол екінші ладтың бірінші струнасында, үшінші ладтың екінші струнасында, төртінші ладтың үшінші струнасында ұсталады. Келесі төртінші аккорд бізде AM аккорды. Ол екінші ладтың төртінші струнасына болады. Біз осылайша төрт аккордтың қалай тартылу керек екенін үйрендік. Енді келесісі бізде бой, яғни қағысы. Қағысы бізде былай болады. Достар, біз осылайша аккорды мен қағысын толықтай үйреніп алдық. Енді келесі бізде укулеле мен музыканы біріктіріп өлеңін айтып көретін боламыз. Ендеше кеттік. Сол таспадан махаббатқа мас күнім, сол таспада менің жастығым, сол таспада сондай жақсысың. Мейлі көргенде амандаспа, жүре бер жігіттеріңмен басқа. Өшпесінші бірақ мына таспа. Достар, осылайша біздің таспаның разборымыз аяқталды. Осы разбор сіздерге көмегін тигізсе, лайктарыңызды басып, менің арнама тіркеліп, қасында колокольчикті басып кетіңіздер. Сол кезде менің видеомды үзбей көретін боласыздар. Тағы да қандай музыка айтқанымды қалайсыздар, соны комментарияға жазып кетсеңіздер болады. Ендеше достар, қош, сау болыңыздар.